Құрметті аудитория, бүгін менің екінші сөз сөйлеуім. Бүгін менің тақырыбым аш ақылмен тоқ болмайды. Бұл өзіңіз білетіндей, әр елде өзінің мақалы бар, мәтелі бар. Соның ішінде біздің қазақ еліміздің аш ақылмен тоқ болмайды деген мақалына тоқтап өтсек. Өзіңіз білесіздер, кез келген мақалда екі ой бар. Бірінші ол тура мағынасы, екінші астарлы мағынасы. Тура мағынасына келетін болсақ, аш ақылмен тоқ болмайды деген сөз нені білдіреді? Мысалы, жұмыссыз отырған адамға сізде бәрі жақсы болады, күте тұр деп айтудың орнына нақты бағдарлама беру керек, нақты жол көрсету керек. Мысалы, менде танысым бар, осы жұмысқа барып көр, осы жерден резюмеңді жіберіп көр деп айтқанда дұрыс болады деп ойлаймын. Екінші, мысалы, осы аудиторияда бәріміз осы елді тұрғасын, киіміміз бүтін, тамағымыз тоқ. Мысалы, біз осы аудиториядан барып Африка еліне барсақ, өкінішке орай 21-ші ғасырда осындай жағдай болып жатыр. Африка еліне азаматтарына барып, оларда киімі бүтін емес, тамағы жоқ, келіп оларға айтсақ, сен мысалы осы оратор курсына бар, ағылшын тілін жатта десе, ол түсініксіз жағдай оларды. Олар бізге, олардың өзінің тілімен айтады ғой. Сен бізге тамақ бер, онарына су бер, киім бер десе, дұрыс болады. Сол үшін осы мақалдың өте терең ойы бар. Екіншісі, мақалдың астарлы түсінігі ол, мысалы, бізге өзіміздің кішкентай балаларымыз, немесе туыстарымыз, інілеріміз келіп айтса, аға, сіз осы бір дәрежеге жетсіз ғой, қалай жетуге болады деген сұраққа, сен жақсы оқы, әдепті бол деп айтудың орнына, оғанда нақты бағдарлама беру керек. Жаңағы осындай курсқа бар, осындай тіл жатта, осындай адамдармен аралас, таныс деген кезде ол бала нақты не істеу керек, қандай жолға түсу керек біледі. Сол үшін осы біздің бүгінгі тақырыптың қорытындысына келгенде құр сөз насихат айтпай, нақты адамға кеңес беру керек. Назарыңызға рахмет.